күз мезгілі, күз мезгілі, далада ауа райы бірде қатты суып кетіп жатыр, біресе қатты жылып кетіп жатыр. Сондықтан да температураның тұрақсыз болғандықтан қазір больницаларда да өте көп балалар ауырып жатыр осы респираторный вирусный инфекциямен, тұмаумен, гриппен, иә. И больницалардың бәрі все переполнены. На самом деле, дети до 3 лет, очень большое количество детей, по статистике детей до 3 лет, именно месячных детей. И это, конечно, все родители в тревоге, больницы переполнены, врачи перегружены работой. И сейчас это такой момент, когда у всех родителей вопрос, как помочь детям, и что вот эта ситуация не обострилась. Сегодня я хочу рассказать про вирусных болезней детей. Очень много на сегодняшний день острых респираторных вирусных инфекций. Я прошу прощения, так как я подключаюсь через телефон, не через ноутбук, мне поступают без конца вызовы, звонят, мне приходится отклонять их. Еще раз прошу прощения. Сегодня я хочу рассказать, что происходит в организме у детей во время острых респираторных заболеваний. Почему дети, в большинстве случаев дети заболевают? Потому что от 7 лет до 10 лет вообще вот ребенку 7 лет или 10 лет, 12 лет, да, у этих детей организм воспринимает вирусный иммунитет, у них только-только распознает, так как у них иммунитет полностью не, как объяснить, толығымен қалыптаспаған, 7-10-12 жасқа дейінгі балалардың иммунитеті толық қалыптаспаған әлі ағзада. Сондықтан да ихний иммунитет, они только-только распознают, они только-только распознают вирусы и бактерии. Из-за этого они часто болеют, чем взрослые люди. Как ОРВИ начинается у детей? Вирусы проходят в организм, заходят в организм, переселяются в организм, да, как это правильно сказать, через горло, через рот, через нос, через глаза. Мен екі тілде де айта берейін, өйткені өзім түсінгенімді толық жеткізгім келіп жатыр да сіздерге. Мына слизистая оболочка дейді ғой, ауыз қуысындағы слизистая оболочка, мұрын қуысындағы, көздегі слизистая оболочкаға вирус тұрып қалады. Ол вирустар и организм, когда понимает, что когда он ощущает, что в организме вирус, идет уже защитная реакция идет. Какая защитная реакция идет? Во-первых, идет воспаление в организме. Қабыну процесі жүреді. Одан кейін организмде температура көтеріледі. Температура көтеріліп бастайды. Одан кейін насморк басталады. Насморк деген жаңа мұрын бітеліп, түшкірулер көбейіп кетеді. Одан кейін першение, тамақ қышиды, жөтел басталады, кашель, да, тоқтамайтын, құрғақ, сухая кашель начинается. Потом идет уже слабость. Теперь хочу разъяснить, почему в организме идет такая реакция. Когда организм понимает, что уже в организме попали вирусы, да, организм начинает в себе, иммунная система работать, и идет воспалительный процесс идет. Через насморк
көру арқылы сіңбіру арқылы адам іштен организм өзі осы слизь арқылы вирустарды шығарады. Жөтел арқылы бүкіл дыхательный пути, тыныс алу жолдарының бәрі тазарады. Вирусты жөтел арқылы тазарады екен. Одан кейін жаңағы температура неге көтеріледі десеңіздер, адамның ішкі температурасы көтерілген кезде, айтамыз ғой, иммунитет сработал деп. Ол кезде температура көтерілген кезде уже оказывается әрбір ішкі ағзаның ыстығына вирустар өліп қалады екен. Сондықтан да біздер бірден 38,5-39 температура болмайынша температураны түсіруге болмайды. Жасанды таблеткалармен жаңағы кішкентай балаларға свет жасалады ғой қазір оңайы. Свечалармен біз температураны 38,5-39-ға дейін түсірмеуіміз керек. Одан кейін слабость. Слабость дегеніміз бұл организм уже запасная энергия нужна организму. Адам әлсіреген кезде бала не істейді? Бала жата береді. Тіпті үлкен адам да жата береді. Ол кезде организмде организм выделяет вещество интерферон. Интерферон дегеніміз бұл сондай вещество, что вирустардың көбеюін блокирует. Полностью блокирует. Вирус көбеймесін деп организм уже выделяет. Содан кейін уже жаңағы интерферон шыққан кезде, және де организмде оны шығару үшін, чтобы организм выделял интерферон, оказывается, нужно очень много энергии нужно организму. Өте күш қуат керек екен. Сондықтан да адам әлсіреген кезде ыңғай келсе жатып демала беру керек. Ауырған кезде жатып демалу керек определенный уақыт бойы, иә? Бізде не істейміз? Ауырып жүріп жұмыс істей береміз. Иногда говорим, мы на ногах переносим дейміз, иә? Сол кезде кішкене біз уже физический нагрузка береміз организмге. Мен бұл жерде қазір үлкен адамдар мен кіші балалардың арасындағы болатын симптомдарды айтып жатырмын, және организм реакциясын айтып жатырмын соған. Жаңағыдай адам үлкен адам енді үлкен кісі, ода күш қуат болады. Интерферон, ол вещество интерферона, ол онсыз да бөлінеді. Және лейкоциттерде активно жұмыс жасайды. Өйткені олар защитный клеткаларды көп бөледі біздің ағзамызда, чтобы боролись с вирусами. Мінеки, енді бізде айтайық, жаңағы себептерін айттық, организм реакциясын айттық, вирус ішке түскеннен кейінгі. Жалпы гриппті айтатын болсақ, оның жағдайы өте ауырлау. Острый респираторный вирусный инфекция қарағанда грипптің жағдайы өте ауырлау өтеді. Ол балада да болады грипп, үлкен кісіде де болады грипп. Ол кезде головные боли, бас қатты ауырады, мышцалар қатты ауырады, иә? Ломка мышц дейді ғой, кәдімгідей. Қатты прям мышцаларын ауырып, біреу ұрып тастағандай болып, жата бергің кеп, бірден резко температура көтеріледі ол кезде. Резкий слабость болады, очень сильная слабость, бірден әлсіреп қалады. Даже балдар ол кезде уже әлі де келмейді, онымен күресуге, бала бірден жатып қалады ол кезде. Бұлай тұрып кішкене жүруге де шамасы келмейді. Айлық бала болсын, жүрген бала болсын, сәл 10-12 жастағы бала болса да, грипптің кезінде. Получается, грипптің обострениесі өте ауыр. Және грипп, именно грипп, тек қана бүкіл ағзаны қабындырып қана қоймайды, оның ақыры последствиясы жүректі зақымдауы мүмкін, өкпені зақымдауы мүмкін, тыныс алу жолдарының бәрін, және бүйректі зақымдауы мүмкін. Осы үш үлкен органды грипптің кезінде обострение болуы мүмкін, нагрузка кетеді. Неке? Енді балаларды біз қалай сақтай аламыз? Тағы бір мен айтып өтейін, осы жерде ата-ананың 5 қателігі. Енді, скорее всего, аналардың деп айтайын, өйткені бізде әкелер в основном жұмыста жүреді, үй жағдайында балаларға қарайтын ананың өзі ғой. Сол жағдайда ананың 5 қателігі. Біріншіден, баланы күн суыса болды, қатты қымтап киіндіріп қояды. Ол уже жып-жылы болып тұрды организме, қымтап тоңып қалмасын деп киіндіріп қояды, чтобы ребенок просто не замерз. А это уже в организме, қалай айтсам екен, температурада уже организмға стресс ол. Представляете? Қатты қалың киініп алған, ол стресс организмге.
температура, қалай түсіндірсем екен, перегрев идет. В организме идет перегрев. И это для организма это стресс. Сондықтан да ана кішкентай бала туылған кезде айтамыз ғой, бесікке де қымтап байлаймыз. Қазір көп жағдайда бесікке байламайды, бала жатпайды. Бірақ бесікке таңып атқан кезде қалың қылып орап тастап, оның бетін ана қалың жапқышпен жауып, баланы қымтамау керек. Баланы средний температурада өсіру керек. Уже бұл дүниеге келгеннен кейін, уже сондай средний температурада, жақсы, сондай температурада сақтау керек. Жаңа баланы қатты қымтамау керек. Уже организм, оны сіз қалың киіндіріп қойып далаға шығарасыз, бала терлеп тұрады, уже салқын ауадан қайттан салқын ұстап қалады, терлеп тұрған бала. Ол бірінші қателік. Екінші қателік, үйде міндетті түрде үйді ауасын тазартып тұру керек. Ауасын тазартып тұру керек, өйткені мына ауада қазір тем более қыс, күз басталғалы отопление қосты, жылу қосты. Үйдің ауасы кеуіп қалады. Кеуіп кетеді ауа. Сол кезде мына біздің слизистая оболочкалар, балалардың слизистая оболочкасы кеуіп қалғаннан кейін трещина пайда болады. А трещина пайда болған жерде вирустар быстро размножаются. Көбейіп кетеді вирустар. Сондықтан да барынша таза ауа керек. Үйді ылғалдандырып тұру керек. Үшіншіден, балаға су ішу тәртібін, режим питья, жаңағы жылы су беру керек, компот беру керек. Частое обильное питье. Неге десеңіздер, су организмдегі интоксикация жасайды, іштегі токсиндерді шығарады толығымен. Өйткені организмде интоксикация уже идет же, полностью бауырға көмектесіп токсиндер шығарады. Одан кейінгі судың ішуі температуру снижает. Одан кейінгі судың жақсы болғаны обмен веществ, зат алмасу процесін жақсы көмектеседі. Өйткені зат алмасу процесі өте маңызды роль атқарады именно во время острых респираторных вирусных инфекциях. Өте ағзаның бәрінде әрекет болып жатыр ғой, уже динамика идет, да? Одан кейін төртінші, баланы міндетті түрде таза ауаға алып шығу керек. Мына түсте қазір мысалы күз болды, күн суытты, 1-3-тің уақытында түстен кейін күн жылыды, күннің көзі шығып тұрған кезде далаға шығару керек. Бала ауа жұту керек. Кислород келеді миға, оттегі келеді. Сонда организмде кислородный голодание болмай, больше кислорода и больше тыныс алған сайын тыныс алу жүйесіне көмек болады, және өкпенің жұмысына көмек болады. Және де бала жүргеннен кейін, енді айтайық, ол жүретін 2-3 жастағы бала, 12 жасқа дейінгі бала болсын, ол далада жүргеннен кейін кровообращение, қан айналысы жақсарады. Осындай жаңағы тағы 5-ші тыныс алуды айттық, далаға жүруді айттық, суды дұрыстап ішуді айттық, қымтамауды айттық, үйді залалсыздандыру таза ауамен, одан кейін балаға міндетті түрде витаминдер, минералдар беру керек. Витаминдер, минералдарды не үшін беру керек? Зат алмасу процесін жақсарту үшін йод керек бізге. Йод, обязательно йод керек для обмена веществ, для щитовидного обмена веществ. Обязательно керек D-витамина. D-витамин именно клетканы қайта қалпына келтіреді. Цинк керек дәл сол уақытта бізге. Защитный клеткалар, жаңағы біздің организмді вирустардан қорғайтын защитный клеткалар пайда болады. Көбейеді организмде. Процесс жүріп жатыр ғой, өйткені иммунный система жүріп жатыр ғой. Одан кейін омега-3 керек. Осы витамин, минералдардың бәрі ағзаға именно острый респираторный инфекцияның кезінде керек. Одан кейін міндетті түрде иммунитетті көтеру үшін бізде не дейді? 70% иммунитет ол ішекте дейді, кишечникте, ішектің жұмысын жақсартуымыз керек. Правильно питаться. Правильно питаться именно ішектің микробиоттарын қайта қалпына келтіру үшін бізге волокна нужны. Бізге пребиотиктер керек. Ал біз қазір біздің тарапымыздан Rich Factor компаниясына не бар? Именно Baobab бар. Rich Baobab.
которые волокна есть, да, пищевые волокна есть именно пребиотиктар, именно омега-3,6,9, витамин С 80% тұрады, иә, баобабтың құрамында. Именно витамин жаңағы D3-міз де бар, құрамында бар, бүкіл витаминдер В тобының барлығы бар. Одан кейін оның құрамында аминокислоттар бар, ферменттер бар. Получается, бір баобабтың құрамында бізде иммунитетке, ішектің жұмысын жақсартатын, иммунитетті жақсартатын баобабымыздың өзі керемет жұмыс атқарады. Одан кейін бізде не бар? Йод бар. Натуральный, природный йод керек бізге ол кезде. Именно противовирусный, противогрибковый. Ал бізде ол бар. Йод, органический йод. Қазір қаншама бізде результаттар естіп жатырық. Қазір вирус и у взрослых, и у детей. Бағана ғана біз естіп едім. Қазіргі жүрген вирус, біреусі ковид деп айтып жатыр, біреусі тағы бір вирустың атын айтты. Қандай да бір мемлекеттің атын айтты, соған қатысы бар. Получается, ол бізде воздушно-капельным путем идет. Никто не застрахован. И қазіргі таңда мына каш жөтелдің кезінде мына йод бізге керемет көмектеседі, біздің органический йодымыз. Қандай тамаша. Біздерде предпринимательдер бізде гонконгский, рахмет, Айжан ханым, гонконгский дейді, осындай ковид жүріп жатыр дейді. Енді шыдамып келгенде бұлардың атының маңызды болып тұрғаны шамалы, сонша, бірақ оның зияны өте көп болып жатыр. Рас қой? Ол балалардың арасында, үлкендердің арасында да. Тамақ, жөтел, дауыс шықпай қалып жатыр. Температура біреуінде бар, біреуінде жоқ симптомдары, бірақ слабость. Люди переносят на ногах. Бірақ тамақтан ұстап тұр основной. Тыныс алу жолдары. Жұтқыншақ, өңеш, бүкіл лимфа бездер ісуі мүмкін, ісіп кетіп жатыр, дауыс шықпай қалып жатыр кісілерде. Мінекей, сондай состояниеде қазіргі таңда біздің йода керемет көмек беріп жатыр. Тіпті бір айлап бойы дауыс шықпай қалған бізде әріптестеріміздің Нұргүл ханым көршілерінде осындай керемет результат болып жатыр. Думан мырза бөлісті ана жолы. Қандай, дауыс шықпай қалған кісі бір столовый ложка йодан аузына ұстап жатқанның өзінде ертеңгісін дауысы шыққан. Бір аптадағы ол кісінің результаттары йодтан алған, йодтың көмегімен алғанда. Енді бізде кереметі бұл йода, біздегі органический ковалентный йод, можно детям с 2 лет. 2 жастан бастап балаға беріңіздер, ауырмай тұрып беріңіздер, пожалуйста. Өйткені біздер иммунитетті қайта қалпына келтірмеуіміз керек. Иммунитеттің жұмысын восстановление жасауымыз керек. Қайта қалпына, қалай айтсам екен? Постоянно ол состояние иммунитет күрес алатын жағдайда болу керек қой. Любой жағдайда никто не застрахован, вирус болсын, грипп болсын, қандай да бір бактериальная болезни болсын, бізде иммунитет ол барлық уақытта настороже тұрып, любой вирусты жойып жіберетіндей деңгейде болу керек. Ал қазіргі таңда ешкімде иммунитет жоқ. Өте слабый иммунные клетки у нас практически не работают. Енді қазір сол иммунитетті қалай қалпына келтіру жолын тағы да айтып өтем. Бағанағы сөзімізге қайта оралатын болсақ, ішекті қалай қалпына келтіру керек? Ішек микробиоттарын, кишечникті қайта қалпына келтіруіміз керек. Обязательно баобаб ішу керек. D-витамин, цинк, омега-3, витамин С, йода. Осы витамин, минералдар ағзаға қатты керек при остром респираторном болезнях. Өте қауіпті жағдайда. Енді тұмаудың кезінде де дәл сондай. Одан кейінгі тағы бір көмегі, жаңа айтып жатыр ғой, время гриппа дейді ғой, поражает не только дыхательные пути, бағана айтып өттім, он и поражает бүкіл жаңағы жүрек, бүйрек и өкпенің жұмыстарын бәрін, үлкен органдардың бәрін уже вирус қаптайды ғой, организм уже әлсіреп кете береді. Енді тағы да бағанағыдай айтып өткендей, ата-аналардың тағы қателіктері қандай? Ішек жұмыстарын жақсарту керек қой. Сосын міндетті түрде питаниенің ішінде сладкое, қант, тәтті соктар, газированные соки, все исключить надо. Толығымен. Өйткені қант, тәтті нәрсе жеген кезімізде иммунный клеткаларымыз 4-5 сағатқа полностью отключается.
Они выключается полностью. Жоқ, жұмыс істемейді. Тәттіні қалай жейміз, қалай тәтті напиток ішеміз, сок ішеміз, любой тіпті бұндай вируспен ауырмасаңыздар да, тұмауратпасаңыздар да, не үшін бізге айтады, сахар это белый яд дейді, қазіргі заманда, қазіргі таңдағы белый яд это сахар дейді, сондағы қазіргі, ол любой кезде получается, когда мы сладкое кушаем, пирожные, торты разные, да, сладкие напитки, вот эти газированные напитки мы пьем, ол кезде не болады? Оказывается, иммунитетіміздің клеткалары ұйықтап қалады екен 4-5 сағатқа. Сол кезде вирустар, бактериялар, организмдегі паразиттер күшіне енеді екен. Көбейіп алады екен, барынша. Представляете? Сонда сіздің қанша уақыт емделгендігіңіздің жай, қанша емделіп жатсаңыз да, ол жай кетіп қалады. Сіз егер тәттімен шай ішіп, тәттімен пирожный жеп, жаңағыдай тәтті жеген кезде, біздің, получается, иммунный клеткаларымыз кәдімгідей отключаются, өзінің жұмысын атқармайды, и 4-5 сағатқа күнделікті. И 4-5 сағатта сенің уже организм паразиттерің, грибоктарың қайттан көбейіп алады, размножается. Одан кейін не айту болады? Лимфа бездері іседі. Тағы бір бағанағы процесстер во время ОРВИ лимфа бездері іседі, они увеличиваются. Не үшін? Біз айтамыз ғой, ой, тамақ ісіп кетті, тамақ көтеріліп кетті деп біз тамақ басып атамыз. Ни в коем случае нельзя. Бұрынғының әжелер, аталар қайтетін еді? Мына қазанның күйесін алып алады да, қол тамаққа салып тұрып, ана тамақты басатын. Сонда мен қазір оны түсіне алмаймын. Ол йод секілді қап-қара болып, йод секілді әсер етті ма? Оттың, қалай айтады, оттың жаңағы жалыны қазанның түбінен алып басатын еді ғой. Енді мен қазір есіме түсіп отыр, кіттай кезде бәрін сөйтіп басты ғой тамақты. Қазіргі таңда біздер енді медицина саласында қазір көзіміз ашық, қазір түсінемін, что ни в коем случае нельзя қолды салып тамақтың ішкі жағын басуға болмайтын. Бездерді басуға болмайды. Гланды деп айтамыз ғой. Ол кезде во время вирусной инфекции лимфа узелдер қандай қызмет атқарады екен? Оларда активно жұмыс жүріп жатады екен да, они активно вырабатывают клетки защиты. Бағанағы айтқандай, не только лейкоциты, но и лимфа бездері ОРВИ мен ауырған кезде барынша біздің организм защитный клеткаларын дамытады ғой. Представляете? Олар әр орган бізде өздігінше жұмыс істеп жатыр ғой. Жөтел арқылы іштегі дыхательные пути, тыныс алу жолдарын тазартып жатыр. Түшкіру арқылы слизистый жаңағы кілегей қабаттағы бүкіл жаңағы енді былай отхаркивание дейді ғой, қақырық арқылы организм өзін-өзі барынша тазартып жатады екен ғой. Біз болсақ сол жерде антибиотик ішіп жатамыз, противовирусный ішіп жатамыз, укол саламыз. Біз соншалықты организм өз-өзімен күресіп, жан таласып, өз-өзін қорғаймын деп жатқанда, иммунитетті қалпына келтіріп, иммунитетті кішкене көмек беріп жатқанда, ағза өзі иммунитетіне шала жансар жатқан. Біз барынша сырттан жаңағы бүкіл таблетка бар ма, укол бар ма, вирус бар, жаңағыдай противовирусный таблеткалер бәрін салып жанталасып отырмыз, система қойып. Біз қандай қазіргі таңда өзімізге өзіміз білімсіздіктің деңгейі ма, өзімізге өзіміз соншалықты зиян келтіріп жатамыз. Өзіміздің ағзаға қарама-қарсы жұмыс жасаймыз ғой. Хотя организм сол деңгейде біз не істейміз? Ойбай, температура көтеріліп, тез аспирин ішіп алып, парацетамол ішіп алып. Ойбай, жөтеліп жатыр, тез там бронхолитин, какие там еще эти есть, спазм снимающий, жөтел басатын, аллергияны басатын, болмаса құрғақ жөтелді ылғалды жөтелге айналдыратын сироптар ішіп жатамыз, одан кейін жаңағы әрине обильное питье, чай ішіп жатамыз. Бірақ балаларға көп жағдайда обильное питье, ыстық шай ішкізе алмаймыз ғой, мысалға смородинамен, малинамен деп айтып жатамыз ғой, лимонмен, балмен деп. На самом деле, оказывается, тек табиғи жолмен ғана біз ағзаға көмектесе алады екенбіз. Тек табиғи жолмен ғана. Тағы бір ең маңызды нәрсе антибиотики. Антибиотиктер, олар тек бактериальны қай уақытта пайдаланады медицина саласында? Пайдалану керек жалпы. Когда только в организме бактерии. Ол антибактериальный препарат, антибиотик деген нәрсе.
Все живое, потому что он убивает, и бактерии убивает. А вы знаете, что бактерии у нас бывают и хорошие, и плохие, да? Получается, ол біздің ішегіміздегі фермокоиды, бактероиды деп айтады ғой, Жұмек Рамазанович. Соның пайдалысында, зияндысында бәрін антибиотик өлтіріп тастап жатыр. И, конечно, иммунный клеткалерде уже шалажансар өліп қалады. Ал енді бұндай острый респираторный вирусный инфекцияда, грипптің кезінде, гриппте вирус, тонзиллитте вирус, бронхитте вирус, оның бәрі вирусный инфекция болғандықтан, аденомада, оның бәрі вирусный инфекция болғандықтан, ол жерде антибиотик вообще не работает. Вообще не работает, потому что это вирусные инфекции. Сондықтан да, пожалуйста, антибиотик алып тоқтатыңыздар. Сосын өтініш, бәріңізде небере бар, бәріңізде көбіліңізде кішкентай балалар бар. Прекращайте кішкентай балаларға антибиотик алғанды. Бұрынғыдай ампицилин, пенициллин, цефазолин шықты. А қазір солардың ешқайсысы соншалықты тұрақты болып кеткен. Вот эти бактерии, паразиты, вирусные инфекции. Олар антибиотикке вообще әлі бермейді. Қазір CF3, CF4, цефтриаксон, сондай нелер шығып кеткен. Шынымен. Вы представляете, осыған дейін біршама уақытта мен аптекадан перекс водород алуға кірдім. Сол кезде алдымда бір жап-жас кішкентай бала тұрды. И он выбирал питание. Питание для ребенка. Өте ұзақ тұрды. И мен де күтіп тұра бердім. И что вы думаете? Он купил питание, которое стоит 28 тысяч. Сосын мен сұрадым. Ана бала енді бір 21-де ма, 23-де ма, жап-жас бала. Мен сұрадым, бұл кімге алып атсың? Балама алып атырмын. Бұл 28 мың қалдың? Қанша уақытқа жетеді дедім. Ол кісілер айтады, бір аптаға жетеді. Сонда айына қанша мыңға ол питание алып тұр? Қанша айлық бала дедім? 3 айлық деді. Анасы емізбей ма дедім? Анасы еміз алмайды. Осы мен 7-ші рет больницаға жатып тұрмыз деді. Не болды? Анасының қанында инфекция болғандықтан баланы еміз алмайды, өйткені ананың сүтінен ірің ағады. Гной идет. Уже әптен жап-жасыл гной идет, сондықтан баланы еміз алмайды біріншіден. Екіншіден, бала 9 ай бойы баланың бойына бүкіл анада болғандағы, анасының ішінде болғанда барлық анадағы инфекция вирустың бәрі балаға өткен, сондықтан да балада туылысымен температура түспейді дейді. Қатты температура береді, судорогымен больницаға түсеміз дейді. Қайттан келеді антибиотикпен немен емдейді, бірақ соңғы жатқанымызда антибиотикте әсер етпейді дейді, антибиотикке де аллергия берді. Бүкіл жаңа питаниелерге аллергия берді дейді. Біз уже не беретінімізді білмейміз дейді. И баланы гормонға отырғыз дейді. 3 айлық бала гормонға отырды. Баланың иммунитеті вообще жоқ. Қанда анадан өткен вирус бар, инфекция бар. Әрі қарай не болады деген сұрақ тұрды. Баланың жағдайы әрі қарай қалай болады, не болады? Это большой вопросительный знак, это страшно на самом деле. Бұл қалай? Қазір аутоиммунный пациенттердің өзін, үлкен кісілердің өзі, оларда емнің әрі қарай уже шегі болып, ешқандай ем болмағандықтан гормон отырғызады. Гормон пайдаланады, назначение береді. Сонда үлкен адамның өзі көтере алмайды гормонды. Ал ана 3 айлық бала қалай көтеру керек? Оның болашақтағы жағдайы қандай болады деген нәрсе? Мен шынымен шошыдым ана жағдайдан. И мен сол жерден телефонмен алмасып, анасының маған хабарласуын, енді келіншектің маған хабарласын деп айттым да. Потому что в этих случаях, вы знаете, какие мы счастливые, біз вообще бақыттымыз. Біздің қолымызда өте қымбат, құнды, баға жетпес өнім тұр. Баобаб, фульвогуминовый комплекс, иммуномодулятор, именно бағанағы балаға көмек беретін, ағзаға көмек беретін өнімдердің бірі бұл фульвогуминовые вещества. Именно фульвогуминовый комплекс ол иммуномодулятор, табиғи природный антибиотик сияқты жұмыс істейді. Ол вирустарды, паразиттерді, грибоктарды жойып отырып, иммунитетке көмектесіп, ағзада қанды тазалап отырып, сондай энергия беріп, еще одновременно организмге сондай көмек күшті береді. Ал кішкентай балаларда әлі иммунитет толық мықты қалыптаспағандықтан, олардан бағанағы интерферон дұрыс шықпайды, бөлінбейді. Балаға көп күш қуат керек, бала көп ұйықтап демалу керек. Сол кезде ғана ол интерферон развивается и вирустарды жоятын болады.
Енді қараңыздар, тағы да бір мүмкіндік. Жылы ұстау баланы ауырып жатқан кезде. Жылы теплая ванна, да, ванну принимать. Сосын бізде тағы бір нәрсе бар. Бала ауырды ма, қымтап, орап тастайды да, о баланы суға түсірмейді. Білесіздер ма, мен грудничковый плаваниемен жұмыс жасаған кезде, бізде қазақ келіншектері баланы алып келеді плаваниеге. Недоношенный да бала болады, оның ішінде доношенный бала да болады. Питаниемен, қосымша питание ішіп жатқан бала да болады, және таза анасының сүтімен қоректеніп жатқан бала болады. Және де сол жерде грудничковое плавание екі жарым айдан басталады. 2,5-3 айлықтан бастап әкелу керек. Ал здоровый, полноценный ребенок, родившийся, да, оларды уже 1,5 айлығынан бастап біз грудничковый плаваниеға апаруымыз керек. Неге десеңіздер, бізде қазақ қыздары сондай кезде қалай қалады? Судың температурасы 36 градус болады. Судың температурасы 36 градус болған кезде, былай шынтағыңды салсаң, су жылы болады да, ал қолыңмен салсаң, қоңыр салқын сияқты отырады. 35-36 градус тұрады. Сонда бала бастапқы күні қымтал қалың киіндіріп жүрген бала, есік терезені жауып тастаған бөлмеде өскен бала, ана 35-36 градустағы суға түскен кезде баланың мұрны түшкіріп бастайды. Жөтеліп деп жөтеліп қалса болды. Біз сіздерге келіп едік, жөтеліп бастады, салқын тиіп қалды дейді. И содан тас болды, құлыптап, уже келмей қалады ана балалар. Жазылғасын келеміз деп. Вы представляете? Ал дәл сондай жағдайда кәріс ұлтының кісілер келсе, орыс кісілер келсе балалармен, да, олар наоборот суға әкеліп, мысалға аптасына 3 рет келетін болса, абонемент, олар күнде келіп, баланы ана 35 градустағы суға шомылдырып, жүзгізіп, сүңгітіп, нырять еткізіп ше, баланы сол температураға үйретеді, балаларды закалять етеді. Они сами восстанавливаются быстро. Өйткені, если ребенок ныряет в воде, бұның бәрі баланың иммунитетін көтеруге әкелетін болғасын, мен бұл теманы қозғап жатырмын да, бұл өте мен практикамда болғаннан кейін. Ребенок, когда учится нырять, ол бетіне кішкене ғана үрлейсің сол кезде, деп, сол кезде бала деп терең тыныс алады, кәдімгідей өзі, ана судың астына түсіріп жүргенге дейін. Деп тыныс алған кезде өкпеге таза кислород барады, өкпе көтеріліп, толық демалады да, миға таза кислород барады ғой. И ребенок быстро, и ол тез-тез жүзуде де үйренеді ненің судың астында, когда его учишь нырять. И дәл сол олар сүңгіп үйренгенде ғана баланың өкпесі терең тыныс алып, бүкіл бронх каналдары ашылып, бала күшті кислород миға барады да, баланың өсу, дамуы одан сайын күшті тез қысқа уақытта дамиды балалар. Өте жақсы дамиды балалар, өзінің жасына лайықты болып. Сондықтан да немерелеріңізді ауырып қалды деп тежемеңіздер. Тұмауратып жатыр ма, бөлмені жып-жылы қылып қойыңыздар да, тіпті жаңағы центрлерге апармасаңыздар да, бала ауырып жатыр деп қымтай бермей, мына жып-жылы бөлмеде наоборот суға түсіріңіздер. Наоборот, кішкене бала сергейді, понимаете? Бала сергіп қалады. Уже энергия появляется у ребенка. И когда у ребенка энергия появляется, жар спадает, температура спадает, да? И ол кезде жаңағы баланың интерферон, вещества интерферона, олар жақсы түзіледі, шығады да, олар барынша организмде вирустарды жоя бастайды. Мінеке, сондай әрекеттер болады ағзада. Және де балаларды, біздер қазіргі балаларда не көп бізде, тағы бір себебі, біздің балдар уақытылы ұйықтамайды. Современная молодежь дейміз ғой қазіргі современные дети дейміз, қазіргі балалар уақытылы ұйықтамайды. Они не только уақытылы ұйықтамайды, олар на гаджетах сидят. И это все мощно влияет на нарушение организма, на восстановление иммунитета. Иммунитетке күш қуат керек, энергия керек, чтобы восстановить иммунитет, нужна энергия. А энергия неге балалар көп ұйықтаса тез дамиды? Сондықтан да балаларды режим питания, режим сынаға біздер аналар заставлять етіп үйретуіміз керек. Если не получается, надо заставлять, чтобы они спали. Надо, өйткені, и плюс сейчас у каждого второго дети гиперактивные. Они на стрессе. Даже балалар ауырып жатқан кезде атмосфера должна быть спокойной, тихой. Бала нервничать керек, ретсіз қатты жыламау керек, понимаете? Это все мешает в борьбе с вирусом организму.
Біз барынша организмнің жаңағы бар көмектесуіміз керек ағзаға. Тағы да айтайын дегенім, және де қандай уақытта тағы бір себебі балалардың, енді оны бәріміз де білеміз, өз ортасымен араласқанда, иә, мектепке барғанда, детский садтарда. Қазір ата-аналарды қарасаңыздар, балалар мектепке барып, садикке бардық, бір күн бардық, 2 күн бардық, ауырып келдік, бармай қойдық дейді. Бірінші рет барған балаларда. 2 күн, 3 күн бардық, бір апта бардық, бармай қойдық. Ауырып атырық, жұқтырып келдік, иә, тұмау жұқтырып келдік, вирус жұқтырып келдік. Именно сол балалармен өз ортасымен араласқанда, садикте, мектепте, кружоктарда сол жаңағы инфекцияны, микробтарды жұқтырып келеді. Одан кейін, оны жаңа айтып өттім, мало сна дейді, низкая активность дейді. Вот жаңағы, когда дети мало спят, когда на гаджетах сидят, да, заболеваемость возрастает. Өйткені организм слабеет же, и стресс плюс. Одан кейін бағана айтып өттім біраз нәрсені. Где и когда ломается защита детского иммунитета дейді. Қай уақыттарда дейді. Ол, когда слизистые пересыхают. Бағана айттым ғой, мына үйді таза ауа кіргізіп тұрмасаңыздар, үйді ауасын тазартып тұрмасаңыздар, бағанағыдай мұрында жаңағы тамақта, таңдайда күйіп қалады. Күйіп қалған кезде, сондай кепкен кездерде трещина болады. Және жаңағыдай көбейеді вирустар. Сосын тағы бір нәрсе, кеше ғана жақында мен келе жатқан кезде, бір таксимен келе жаттым, сол кезде жігіт айтқаны, менде түшкіре берді тоқтамай. Мен сосын айттым, сізде аллергия ма дедім. Я аллергия деді. Ол неге аллергия бересіз деген кезде, білесіз бе, менде қашан басталған айтайын ба дейді. Мына ер кісілерде пинцетпен мұрындағы мұртшалар дейді, түтікшелерді алып тастайды ғой. Вот айтады, сол мен түтікшелерді, мұрнындағы түтікшелер, они мне мешали дейді, и я их всех убрал дейді. А вы знаете, дедім, вы самое защитное нәрсені алып тастадыңыз ғой дедім. Именно как можно убирать то, что Аллахом дано, әр органда өзінің түтікшелері болады. Это защита, понимаете? Сол енді ода бүкіл слизистая оболочка ашық тұр. И ол құрғайды. Ауа таза емес, иә? Воздушно-капельным путем идет вирус в воздухе. И, конечно, ол түшкірет, аллергия, шаңға, иски. Он своими руками убрал свою защитную реакцию, защитные түтікшелерін алып тастады. Понимаете? Ни в коем случае этого нельзя делать. Және де оны тағы да бір асқындыратын жолы хронические воспаления дейді. Хронические воспаления — это, конечно, өздеріңіз білесіздер, аденоиды, танзилиты, постоянно иммунитет төмен болып, бронхтары көтеріліп кете береді. Қазір даже кішкентай балалардың настолько тамақтары ісіп кетеді, гланды дейді ғой, что даже воздух бармай, жұтына алмай қалып, воздух бармаған кезде уже хирурги удаляют. И вы представляете, какую защитную, тоже защитные гланды они удаляют. На лимфобездерді бағана айтып өтме, не істейді, не? Активно вырабатывают клетки, защитные клетки. Оны да алып тастайды. И өмір бақи, жаңа мен білем ондай кісіні, сол ертеректе ауа жетпей қысылып, жаңа гландыларын алып тастаған, бездерін, ангина бездерін алып тастаған, постоянно аузын ашып ұйықтайды. Күйіп қала береді, постоянно су іше береді. Вообще это ужасно на самом деле. Енді тағы не айтып өтіреді. Мына дошкольникам дейді, жаңағы бастауышқа баратын, мысалы 3 жас, 4 жас, 7 жас, 8 жасқа дейінгі балаларға 10-12 сағат ұйықтау керек. Міндетті түрде 10-12 сағат ұйықтау керек. Бағанағы главный принципті айтып өтейін. Бұл жерде иммунитет не нужно поднимать дейді, көтермеу керек. Его нужно восстановить и обеспечить всем необходимым, чтобы организм сам защищал ребенка дейді. Понимаете? Оны қайта қалпына, бағана айтып өттім ғой, оны көтерудің қажеті жоқ. Оны просто қайта қалпына келтіру керек. И біздің қолымызда 3 мощный керемет өнімдер бар, которые на самом деле это баобаб, это йода и это фульвогуменовый комплекс. Қазіргі таңда
шыны керек бізде протокол бойынша лечение береміз ғой. Протокол бойынша лечение берген кезде бізде 20-25 күнге жететін 193 мың дейміз. 266 мың дейміз, бір айға толығы жететіні. Қазіргі таңда бізге через таргет адамдар келіп жатыр, и көп жағдайда бізді танымағаннан кейін сенімсіздік танытады ғой. Есть такие люди, которых можно поштучно алады дегендей. И вы знаете, менде екі кісіге мен уже по их запросам екі кісіге ғана дайте я попробую деген екі кісіге мен мысалы осы 3 препаратты бердім мен по состоянию. У кого-то суставные боли, у кого-то там сахарный диабет по жаңағы разных заболеваний. И вот эти наши препараты Baobab, Фульвагумен Макс, там элергинин или йода, там по случаю, да, қандай диагнозбен келіп тұр. Вы знаете, настолько мощно наши препараты работают, что они в течение 3 дней или в течение недели они свой результат получают и просят остальные продукты. Вы представляете, как круто работают наши продукты? У нас вообще сокровище, которое можно нашим деткам с месяцев, беременным. И, пожалуйста, беременным, келіндеріңіз бар ма, қыздарыңыз бар ма? Ішсінші, ауырмай тұрып, особенно беременные мамочки, пейте, пожалуйста, во время беременности с первых даже триместра, пожалуйста, пейте вот эти баобабы. Потом подключайте это йода. Соны бір босанғанға дейін ішіңіздерші, пожалуйста. Сейчас очень много мына острый респираторный инфекциямен ауырған балалар кімде қатты қабыну процесс жүріп жатыр, білесіздер ма? У детей умственно отсталых, у детей с задержками, у детей раз. Олар обычно онсыз да ұйықтамайтын, онсыз да гиперактивный, онсыз да шумный, онсыз да жаңағы естімейтін жан-жағын балалар острый респираторный инфекцияның кезінде тіпті бағынбай кетеді, сенесіздер ма? Сондықтан да, пожалуйста, ондай балалар ауырмай тұрып, Baobab беріңіздер, йода беріңіздер, Макс беріңіздер. Ол шынымен де өте мықты. Почему дети реагируют сильнее, чем взрослые дети? Өйткені иммунитет еще не зрелый у них. И организму нужно больше энергии дейді, да, бағана айтып өткенімді. Слизистые более чувствительные, поэтому у них больше насморка, больше кашля дейді. Сосын тағы бір нәрсе. Біз қазақылықты бәрібірде жоғалтпауымыз керек. Температура болмаған жағдайда біз бәріміз сонымен өстік қой, мойындайықшы. Қойдың майы. Біздің жастар қазір, жас келіндер, жас қыздарымыз жеркенет қойдың майынан. Енді мені именно біз бірінші протоколмен лечениені үлкен кісілерге міндетті түрде бірінші протоколмен лечение біздің продуктыларды ішкізу керек. Бірақ енді бүгін менің темам балаларға қатысты болғаннан кейін мен тағы да айта өткім келеді. Біз қайсымыз болса да біз сол қойдың майымен өстік. Егер де температура болмаған жағдайда кіттай баланы қойдың майын қыздырып, жүрегіне жақындатпай, тек көкірегіне, қолтығына, алақанына, табанына, шабына жағатын болсақ, жүрекке жақындатпай, е? Ол да өте күшті көмек береді қойдың майы. Вы же помните, как во время ковида мы использовали, да, осы прям қымбаттап кетіп қойдың құйрығы, да, құйрық майы. Сондай болған жоқ па? Сондықтан да, пожалуйста, обильное питье, өте көп жидкость ішіңіздер. Если ковидом болеете, вы если загрипповали или у вас там вирус, пейте побольше жидкости. И после этого мен ойлаймын, сіздер түсіндіңіздер, да? Неге түшкіреді адам, неге температура көтеріледі, организмде вирус болса, неге жөтеледі, неге әлсірейді, е? Значит, наш организм, наш уникальный, Алла Тағала сондай керемет қылып жаратқан бізді. Наш уникальный организм сам борется, оказывается. Вот так симптомы проявляются. Эти симптомы показывают, что наш организм сам борется. И мы должны помогать больше пить природных препаратов, больше гулять на воздухе, пить обильное питье, часто пить теплую воду, компот, чай с лимоном, с имбирем, там, с смородиной, да?
Сондықтан да, что еще? Обязательно, даже қатты тұмауратта тұрсаңыздар, үлкен кісілер, сходите в баню, попарьтесь, лимфодренажный массаж жасаңыздар. Табиғи түрде ағзаға көмектесейік. Мгм. Енді мен барынша ақпарат жеткізуге тырыстым. Кітай балаларға да қатысты, сәл үлкен кісілерге де жағдайды. Сіздерде сұрақтарыңыз болса, жауап берейін. Қандай сұрақтарыңыз бар? Гульшат Ханым, Мгм. Гульшат Ханым, я хотела спросить, фульвагумин Макс, я почему-то считаю, он же сильный, и своим внучкам я фульвагуминный комплекс премиум даю, и это работает. А Макс, Мгм. я почему-то считаю, что он такой сильный, и вот не даю. Мгм. Сейчас, Енді может, Аха. надобности нету, потому что они у меня крепенькие, да, потому что пользуются баобабом, фульвагуминкой, и когда надо, йод. Мгм. Очень тамаша, Шумагуль ханым. Ну, мы же не хотим, что мы, зная, что у нас такое сокровище в руках, да, мы же понимаем, что мы, зная, уже даем, у нас есть понимание, что мы постоянно даем своим детям. Азанда міндетті түрде баобаб ішкізіп жіберіңіздер, бала ауырмай тұрса да. Егер бала ауырып жатса, по одной саша, енді баланың айлығына қарайсыздар ғой, енді қанша айлық, 3 айлық па, 8 айлық па, 2-де ма, 5-те ма, соған байланысты баобаб, сау балаға баобаб беріңіздер күніне 1 мезгіл. Ал ауырған кезде 3 мезгілден беріңіздер баобабты. Это же питание, многофункциональный продукт питания. А касательно фульвагуминового Макса, почему я говорю? Потому что там есть в составе кремния, там противовоспалительный корень лопуха, там куркумин, да, и можно маленькая дозировка 0,5 чайной ложки можно дать ребенку, потому что в течение дня очень нужно будет больше обильного питья. Суды көп ішкен жағдайда ол қанға араласып жақсы болады. Егер сіз қазір фульвагумин премиум берсеңіз, ол да мықты препарат, онда ОВП 250, да, но тогда нужно будет уже остеавел добавлять, потому что нужно как-то организму, почки, печени помочь, чтобы вывести это весь вирусы, бактерии вывести из организма естественным путем. Надо будет кремний добавлять. А в Максе кремний сам уже добавлен определенное там количество. Вот. Еще хочу сказать, что вот внучки, да, они же рано идут в школу, и вот не хотят кушать утром. Даже в школе дают где-то в часов 10 им завтрак, они тоже не очень хотят, не любят кашу, не знаю. Может быть, 1-2 ложки сидят, но мы спокойны. Почему? Потому что всегда утром обязательно баобаб пропивает, и мы спокойно, что вот она получает эту суточную дозу. И советую, и всегда иммунитет хороший, и ребенок при витаминах. Я, например, просто обожаю этот баобаб, он как бы везде. Я хочу один еще случай рассказать. Позапрошлом году мы ездили с мужем в Кустанай, и в поезде с нами ехал мужчина, очень взрослый, в купе. И вы знаете, да, это ехать надо целые сутки. И этот человек все время рядом с нами, и он все время кашлял. И хорошо, я с собой взяла фульвагумин и взяла баобаб, и мы прямо большими дозами пили с мужем, и пронесло. Потом мы сели Астана, Кустанай, в купе сели, и знаете, на 2-м этаже женщина ехала с больницы, она пролежала в больнице и кашляет, голова вся одела там теплую шапку, все время кашляла, чувствую, нос забит у нее. Я побежала к этой, как называется, господи? Проводница? Проводница, говорю. Вы знаете, говорю, у меня муж, говорю, после инсульта, говорю, она, говорю, больная вся, говорю, нас пересадите. Она говорит, нет, не пересажу, нету, говорит, такого права. И знаете, я смирилась, и опять мы начали в большой дозе, и она встала, вышла, ну как-то неудобно, такая красивая казашечка, вся вот, говорит, я еду с больницы, говорит,
в Алмате лежала, и вся гриппозная, вот, и нос, и кашляет. Она села возле нас, и вы знаете, ну, мы угостили, у нас много было угощения. И вы знаете, мы все это начали побольше пить, своего, то, что я везла. И вы знаете, нас пронесло. И я потом Мгм. рассказала о нашем продукте, но она потом в Кустанае у меня приобрела. Вот так нас спасли наши фульвагуминка, Баобаб. Я прямо Мгм. это... Ну Прямо да, рядом она сидела и дышала нам. И, представляете, и мы не заболели. Вот спасение было потому что у классное. вас иммунная система была уже в хорошем состоянии, иммунитет у вас хороший был. И смотрите, сам фульвогуминовый комплекс– это же иммуномодулятор. Это, можно сказать, природный антибиотик. И Баобаб работает там, волокна пищевые, там и клетчатка, там и пребиотик. Это все, что нужно, у нас есть в руках. И я так думаю, мы не должны уставать говорить людям, пусть приобретают, пусть пьют, потому что сейчас и лекарства не дешевые. Даже если можно дорого стоят лекарства, чем наши препараты дорого обойдутся, потому что они один за другим покупают. Первый не помог, второй покупает, третий не помог, четвертый покупает. Вот. Так что или там комплексного лечения применили, там систему, уколы, антибиотики, противовирусные, а потом на следующий месяц опять болеют. Я не вижу здесь экономии по финансам. Наоборот, лишние тратят. Вот. Уже час, да, получается, мы с вами вместе. Есть ли у вас вопросы? Берегите, пожалуйста, детей. Профилактику делайте, пейте, чтобы не заболеть. Наши препараты, шикарные препараты у нас. Пользуйтесь. Элергинин какой классный. Гепанефра. Наш вообще комплекс, наш первый протокол, он очень мощно работает. Вот как было 24 месяца, тоже маме закупились. Маме 81 год уже. Она пропивает все. Утром начинает с фульвогумин Макса. Конечно, они уже как дети. Они слабые, они как дети в возрасте, да, наши родители. И им нужно полностью все комплексно пить. Вот. Благодарю вас, что вы сегодня были со мной. Думаю, я хоть чуть-чуть полезной информации поделилась. Не болейте, не хворайте, пейте наши продукции Rich Factor, оздоравливайтесь всей семьей. Наши продукции для всей семьи. Рахмет, Гүлшат ханым. Ага. Сіздерге де рахмет.